Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен француз меренгесін дайындайтын боламыз. Меренге рулет жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаның ағын жарып алып, шым тұз, шым лимонный кислотаны салып, жақсылап миксерлеп аласыздар. Миксерлеп алған кезде, кішкене көпшік болған кезде, аппақ бір ас қасық қантты салып, оны да миксерлеп аласыздар. Дәл солай қылып бірнеше рет қайталайсыздар. Соңында барлық қантымызды салып, уже миксерлеген кезде қоюшаң масса пайда болады. Осы массаны төңкерсекте ақпайтын болады. Солай етіп жақсылап миксерлеп аласыздар. Соңында кукурузный крахмалды да салып, 1-2 секунд миксерлеп аласыздар. Біздің массамыз дайын болды, достар. Енді табамызға пергамент қағазымызды жайып, үстіне массамызды лопаттың көмегімен жайып аласыздар, резиновый осындай. Енді бұл менде 35 минутта пісіп шықты менің пешімде. Енді 150 градусқа қойып пісіріп аласыздар, достар. Менде пісіп шықты. Мен сразу піскеннен кейін осылай пергамент қағазын сразу ажыратып алдым. Енді кремін жасаймыз, достар. Креміне творожный сыр, оның үстіне сразу мен сахарный пудраны салып миксерлеп аламыз. Одан кейін сливкемізді саламыз. Сливке 35-33% болу керек, достар. Енді дайын болды. Кремді толықтай мен жағып шықтым. Арасына шоколадты да сеуіп алдым. Сіздер бұл жерде басқа да жемшетектермен алмастырсаңыздар болады. Яғни клубникамен жасасаңыздар өте керемет болып шығады, достар. Мен пергамент қағазының көмегін арқасында мен осылай қылып орап шықтым. Сонда әдемі болып оралып шығады, достар. Мінекей, достар, менде дайын болды. Сіздер де осы рецептін алып жасап дайындап көріңіздер. Рецептісін видеоның астына қалдырып кетемін. Сіздермен болған Сабира, достар. Ас болсын.